Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгінгі онлайн сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз қазақ әдебиетінен онлайн сабағымызды, алғашқы онлайн сабағымызды өтеміз. Олай болса, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бұл Қазақстан Республикасына еңбек сіңген сондай қайраткер, қоғам қайраткері, ақын Несіпбек Айтұлы жайында болмақ. Бүгінгі сабағымызда біз Несіпбек Айтұлының өмірі жайында, ол кісінің шығармалары жайында, ол кісінің қоғамдағы қылған еңбектері турасында білетін боламыз. Олай болса, Несіпбек Айтұлының шағын өмірбаянынан мағлұмат беріп өтейін. Несіпбек Айтұлы 1950 жылы 22 қыркүйекте дүниеге келген. Еңбек жолын Шұбартау аудандық Жаңа өмір газетінде бастайды. 1974 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Яғни бүгінгі Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті. Алғашқы балалық деген өлеңі 1965 жылы Шұбартау аудандық Жаңа өмір газетінде жарық көрген екен. Сонда бұл кісінің ең алғашқы өлеңі 15 жасында газет бетіне басылған екен. Ол бүгінгі сендердің жас шамаларыңның уақытында екен. Алғашқы топтамасы 1972 жылы Мұқағали Мақатаевтың сәт-сапар тілеуімен Лениншіл жас газетінде жарық көрген екен. Одан кейін алғашқы кітабы 1974 жылы Қозы көш деген атпен жарық көрген. Сонда 24 жасында ең алғашқы өлеңдер жинағы жарық көрген екен. Бұл кісі жүректегі жаңғырықтар, әке туралы жаңбыр әні, түнделіп ұшқан тырналар, рухымның падишасы, Мұқағали желтоқсан, бәйтерек, балаларға арналған балабақшаға барар жолда деген секілді көптеген өлеңдер мен поэмалардың авторы. Бұл кісі жалғыз қазақ тілінде ғана өлең, жыр, дастан жазып қоймай, сонымен қатар өзге ұлт өкілдерінен де, өзге ұлт өкілдерінің жазушыларының, ақындарынан аудармалар жасаған. Атап айтар болсақ, түріктің 7 ғасырда өмір сүрген ұлы ақыны Жүніс Еміре дейді, Юнус Еміре сол кісіден аударған екен. Қытайдың көне дәуір ақыны Бо Цзюдің, француз ақыны Родаридің, сондай-ақ Исаковский, Барто, Михалков, Барузин, Берестов, Сыдықов, Жусуев өлеңдерін жаңағы қазақ тіліне аударған екен. Енді бұл кісі 2001 жылдан бері Астана қаласында тұрады, бүгінгі Нұр-Сұлтан қаласы. Сол жерде Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде аға қызмет қылады, президенттік мәдениет орталығында қызмет істейді, ал бүгінде Алтын тамыр журналының бас редакторы қызметін атқарады екен. Енді бұл Несіпбек Айтұлының көптеген томдық жинақтары жарық көрген. Соларға тоқталып өтетін болсақ, жалпы суретте көріп отырсыңдар, бұл жерде Несіпбек Айтұлының көп томдықтары. Мына жерде 4-5 томы жарық көрген. Одан кейін көз жасым, бөрі тостаған, содан кейін газет журнал беттеріне берген сұхбаттарының томдықтары жарық көрген, мақалалары. Онымен қатар бұл кісі балаларға арналған да өлең жазатын болған. Сонымен қатар соңғы кезде жарық көрген өлеңдер топтамасы ол Дариға Дәурен деп аталады. Міне бұл Несіпбек Айтұлының өмірі және шығармалар жайында азды кем сендерге беріліп отырған мағлұмат. Ары қарайғы алатын білімдеріңді өз беттеріңше іздену арқылы мен қазір сұрақтар берем. Сол сұрақтар арқылы ізденіп маған кері байланыс жасайсыңдар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз бойынша берілетін сендерге тапсырма сұрақтар 5 сұрақтан тұрады. Несіпбек Айтұлы қай жылы қай жерде дүниеге келген, сол туралы ізденіп маған жауап бересіңдер. Алғашқы кітабы қалай аталады және қай жылы шықты, 2006 жылы қандай поэмалары шыққан, Несіпбек Айтұлы қандай ордендермен марапатталған, Несіпбек Айтұлының
қандай аударма кітаптарын білесіңдер? Енді сендерге интернет желісін пайдалана алмайтын мүмкіндік болған жағдайда бұл мәліметтердің барлығын сендер өз беттеріңше ізденіп және жауап бересіңдер. Ол сендерге берілген оқулықта. Сендерге берілген қазақ әдебиеті оқулығының 207-208 беттерінде Несіпбек Айтұлы туралы толықтай мағлұмат берілген. Осы мағлұматты оқисыңдар және жаңағы берілген 5 сұраққа жауап бересіңдер. Ол сұрақтарды тағы да қайталап айтамын. Әр онлайн сабақ сайын айтып жүрмін. Дәптерге орындап, одан кейін рәсімін, яғни фотосын маған суретке түсіріп жібересіңдер. Жақсы, іске сәт.